Бүгінгі сабақта қарастыратынымыз бір қалыпты түзу сызықты қозғалыстың графигі. Яғни алдыңғы сабақтарда айтылған бір қалыпты қозғалыстың енді график түрінде, яғни координата ойысында өзін қалай көрсетеді, соны көретін боламыз. Ол үшін бір мынандай жағдайды қарастырайық. Бір материалдық нүкте А нүктесінен Б нүктесіне орын ауыстырсын. Яғни А нүктесінен Б нүктесіне орын ауыстыру дегенімізде вектор. Яғни S векторы, орын ауыстыру векторы. Енді осыны біз, осы орын ауыстыру векторын біз координата ойысына орналастыратын болсақ, X, Y. Дененің бастапқы орны ол А нүктесі, оның координаттары X-та X0, яғни бастапқы координаты, мына жақта Y0 болады. Ал соңғы Б нүктесі ол дененің соңғы орын ауыстырып болғандағы орны. Ол X болсын, жай Y болсын. Ал енді мынау вектордың модулі, яғни орын ауыстыру қашықтығымыз барынша көп болу үшін, сонда мына X0 мен X-тің айырымы үлкен болу керек. Және де Y пен Y0-дің айырымы үлкен болу керек. Сонда екеуінің айырымы барынша үлкейген сайын орын ауыстыру векторының ұзындығы арта түседі. Яғни модулі қанша қашықтық жүргені арта береді. Ендігі біздегі мақсат бір қалыпты түзу сызықты қозғалыстың графигі деген тақырыпты айтып жатқандықтан, бір қалыпты қозғалыс және түзу сызықты қозғалыс. Бір қалыпты қозғалыс деген ол алдыңғы сабақта өтілгендей, кез келген бірдей уақыт аралығында орын ауыстыру векторы модулі, яғни бір-біріне тең болады. Яғни орын ауыстыру векторы бір-біріне тең болады. Ал енді түзу сызықты қозғалыс деген сөз, яғни мына векторымыз басқа жаққа бұрылмай, тек осы бағытта ғана қозғалыс болады деген сөз. Яғни бір түзудің бойымен ғана қозғалыс жүреді. Енді біздің бұдағы мақсат, біздің кез келген X координатын нүктенің кез келген уақыттағы орнын анықтау X бойынша және Y бойынша уақытқа байланысты кез келген орнын білу. Біздің мақсатымыз осы. Яғни уақыттың өтуіне қарай біздің нүктелеріміз қалай қарай жылжиды, яғни қалай өзгереді, соны табу біздегі мақсат. Ал енді біз бірінші S орын ауыстыру векторының X ойысына проекциясын алайық. X ойысына проекциясы ол SX болады. Ал енді Y ойысына проекциясы ол SY болады. Енді проекция деген не дегенде, оны жай естеріңізге түсіре кетейін. Мысалы, мына жақтан бір жарық түсетін болса, оның астыға түскен көлеңкесі. Мына S векторының мына бетке түсірген көлеңкесінің ұзындығы ол енді проекциясының модулі. Мына жерге де проекцияны вектор деп қарайтын болсақ, онда оның ұзындығы, яғни осы X пен X0-дің айырымына тең болады. Ал мына жақтағы проекциясы Y пен Y0-дің айырымына тең болады. Ал енді мына X, ол X бойынша орын ауыстыруымыз бізде қалай өзгереді? Оны да біз табуымыз керек қой. Яғни SX-іміз уақыт бойынша қалай өзгереді? SY-іміз ол уақыт бойынша қалай өзгереді? Біз осыларды да табуымыз керек болады. Сонда айтып кеткендей, жаңағы SX, мына жердегі SX проекциямыз, мына жердегі SY проекциямыз, ол тең болады SX-іміз, яғни X азайтылған X0-ға, X азайтылған X0-ға. Ал Y-іміздікі Y азайтылған Y0-ға. Ал енді осы жерден біз мына X-ті табатын, және Y-ті табатын болсақ, мына Y0-ді мына жаққа өткіземіз, мына Y0-ді мына жаққа өткіземіз. Сонда бізде не шығады? X тең болады X0 қосылған SX. Ал астында Y тең болады Y0 қосылған SY. Ал енді мына жердегі кез келген сонда бастапқы орны беріліп тұрса және орын ауыстыру векторының проекциясы беріліп тұрса, сонда екеуін қоссақ бізде соңғы X бойынша координатасы шығады екен. Дәл солай Y-тікі де солай шығады екен. Сонда біз мынаны қалай өзгертіп жазсақ болады? Бізге уақыт бойынша тәуелдісі керек қой. Уақыт бойынша X өзгереді және уақыт бойынша T өзгереді. Біз сәйкесінше мыналардың орындарына қоя саламыз. Сонда бізге X-тің кез келген уақыттағы орны ол X0 мен SX-тің кез келген уақыттағы орнына тең болады қосындысына.
Ал енді y-тікі де дәл солай. Y кез келген уақыттағысы тең болады y0 қосылған sy t. Осылай біз негізгі теңдеуді шығарып алдық. Бірінші, бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс дегенді вектор түрінде жақсылап түсініп алайық. Мысалы, бірлік уақыт, яғни бір минут па, бір сағат па, әйтеуір бірлік уақытта біздің орын ауыстыруымыз, яғни s векторымыз, орын ауыстыру векторымыз бір қалыпты болу керек. Яғни s1 векторы болсын, яғни s1 векторы болсын, сонда бізде бірлік уақыт өткен кезде s1 векторымыз осылай өзгереді. Яғни бір жол жүрді, яғни орын ауыстырды. Енді тағы бір бірлік уақыт өткен кезде бұл тағы да дәл солай S1 вектор жол жүреді. Одан кейін тағы өтсе, тағы да осылай S1 вектор жүріп отырады. Сонда біз бұдан не көріп отырмыз? Бұның модульдерінің тұрақты болуынан, яғни вектордың ұзындықтары тұрақты болуынан, біз оның бір қалыпты екендігін, яғни бірлік уақытта жүрген жолдары тең болып тұр. Бір қалыпты, жылдамдығы өзгермегендігін көріп отырмыз қозғалыс барысында. Бұл бір қалыпты қозғалыс екендігін көрсетіп отыр. Ал бұл векторлардың бағыты өзгермегендіктен, яғни бәрі бір бағытқа бағытталғандықтан, яғни бір түзудің бойымен болғандықтан, бұл түзу сызықты қозғалыс екендігін көрсетіп отыр. Енді бір қалыпты түзу сызықты қозғалыстың жылдамдығының формуласын жазайық. Сонда жылдамдық векторы тең болып тұр орын ауыстыру векторы бөлінген т-ға. Сонда біз орын ауыстыру векторын т-ға бөлдік, сонда жылдамдық векторы шықты. Вектор теңесіп тұр векторге. Бірақ бізде енді векторларды өткен кезде бізге векторларды бөлуді өткен жоқсыз ғой, тек қана көбейтуді өтті қой дейтін болса, онда оны былай өзгертіп жаза салуға болады, одан ештеңе өзгермейді. Бір бөлінген т көбейтілген s векторына. Яғни мына жердегі т деген уақыт болғандықтан, ол әрқашан үлкен нөлден, ол минус сан болуы мүмкін емес уақыттың. Сондықтан оң сан, яғни оң санды векторға көбейткен кезде бағыттас вектор шығып тұр. Екеуі де бір-біріне бағыттас деген сөз. Сонда жылдамдық векторы бағыттас s векторына, яғни орын ауыстыру векторына бағыттас. Енді мына жерден біз s векторын тауып алсақ. S векторын тауып алсақ, онда бәріміз білетіндей s векторы тең болады v векторы көбейтілген t векторы. Енді бағанағы айтылған теңдеулерге қайтадан барсақ. Бағанағы айтылған теңдеуіміз бізде қалай болды? X кез келген уақыттағысы тең болды x0 қосылған s x кез келген уақыттағысы. Ал енді сонда мына жердегі s орын ауыстыру векторым теңесіп тұр жылдамдық векторына уақыттың көбейтілуіне. Сонда мына жердегі sx проекциясындағы s керек қой бізге? Проекциясы керек, яғни x ойысына проекциясы керек. Сондықтан мынаны біз өзгертіп жазамыз. X тең болады Vx көбейтілген t деп. Осындай өзгеріске әкеліп жазамыз. Енді сонда мынаны қайтадан орнына қойып жазатын болсақ, сонда x-тің уақытқа тәуелді өзгеруі x0 қосылған Vx көбейтілген t деп жазылады. Ал енді y ойысы. Y-ті де дәл осылай сәйкесінше орындарына түсе салды ғой. Сонда y-ті жай қайталап жазбай, осылай жаза салуға болады. Сонда y0 қосылған vy көбейтілген t деп. Мынандай бір екі теңдеу шықты. Сонда біз осы екі теңдеу көмегімен біз кез келген уақыттан кейін қозғалып бара жатқан дененің соңғы координатасын анықтай аламыз. Яғни басындағы қозғалып бара жатқан орны білеміз, яғни қандай жылдамдықпен қозғалып жатқандығын білеміз, және қанша уақыттан кейін. Яғни біз мына екеуін біліп отырық, жылдамдығын және бастапқы орнын білсек, біз қандай уақыттан кейін болсын, оның соңғы нүктесі қандай болатынын уже осы жерден есептеп шығара береміз. Ал енді есепті оңай қылып көрсету үшін сендерге екі теңдеуден бір теңдеу жасап көрсетейін. Ол үшін мынандай амал жасау керек. Бізде екі теңдеу беріліп тұрды, осыдан енді тек біреуін ғана пайдаланып қалай есепте қолдануға болады. Ол үшін жаңағы біздің А нүктеден Б нүктесіне орын ауыстырды ғой, материалдық нүктеміз орын ауыстырсын бір S векторымен. Енді осыны біз қалай мына бір теңдеумен ғана бұны шығаруға болады. Бір теңдеумен шығаратындай жағдайға қалай келтіруге болады. Ол үшін біз жаңағы координатамызды жаңа былайынан тұрды ғой. Енді сонда біздің x ойысымыздың бағытын мына
орын ауыстыру векторымен параллель қылып жіберсек, сонда қалай болады екен? Оны көрейік, иә? Мынау x осі болсын, оған былай қарай перпендикуляр, y осі, мына жақ x осі болсын. Сонда мына екеуі бір-біріне параллель болды. Қозғалыс денеміздің бастапқы орны x0 болды, иә? x0 болды. Ал соңғы орны x болды. Сонда тек біздің орын ауыстыру векторымыз x бағытында ғана өзгеріп тұр ғой. Ал y бағытында өзгеріп тұрған жоқ. Яғни y бағытында қозғалыс жоқ, тек x бағытында ғана бар деген сөз. Сонда y бағытында қозғалыс жоқ деген сөз, яғни мына жақта жылдамдығы да жоқ деген сөз ғой, сонда 0. Ja, сондықтан барлығы 0 болып қана тұр. Сонда бұл мына теңдеуден не шығады сонда? Y-ті тең болып тұр Y0-ға. Яғни бізге бұл ондай қатты керек екті емес та. Уақытқа байланысты өзгерісі, яғни уақытқа тәуелділігі, уақыт қанша болып жатса да, мынау тек Y0-ді ғана көрсетіп тұра береді. Яғни Y-тің т-ға қатысты өзгерісі дейтін болсам, өзгерісі сонда маған тең болып тұр 0-ге, иә? Яғни Y бағытындағы оның орын ауыстыру векторының өзгерісі 0-ге тең. Ал енді тек X бағытында ғана қалды. Сонда бізде қолданатынымыз тек қана X болып тұр. Сонда жылдамдығы да X бағытында бар болғандықтан, мына теңдеуді қарапайым X t тең болады X0 плюс V көбейтілген t деп жазсақ болады. Яғни мына жерде Vx деп жазудың керек емес, өйткені басқа жылдамдықтар жоқ. X қана бар, онаның X екені онсыз да түсінікті. Сонда осылай қарапайым біз материалдық нүктенің қозғалысының теңдеуін шығарып жаза аламыз. Енді бір қалыпты сүзу созылықты қозғалыстың графигі, оның ішінде біз дененің қозғалыс графигі, яғни X-тің т-ға тәуелділік графигін салмақшымыз. Яғни мына жерде көрсетіліп тұрған график X-тің т-ға тәуелділігі. Төменгі мынау осьте т, яғни секундпен уақыт белгіленген, мынада X, яғни орны. Орын ауыстыруы нақты орны белгіленген. Яғни оның уақытқа тәуелді орны қай жерде болады? Уақытқа тәуелді орны өзгеріп тұр. 2 секундтан кейін ол 4 метрде, 3 секундтан кейін 5 метрде орналасқан. Яғни бастапқы орнынан сондай қашықтықта орналасып тұр. Енді анандай график бізде қалай шықты? Ол жай қарапайым өзіміздің білетін X-ті тең X0 плюс Vx көбейтілген т деген осындай теңдеуімізден шықты. Енді мына жердегі X0 дегеніміз мынау енді бастапқы орны. Яғни біздегі мынауымыз бастапқы орным болатын болса, егер осыны бастапқы орны деп алсақ, мынау сонда X0 болады. Яғни X0-іміз тең болады 2-ге. Сонда X0 тең болып тұр 2-ге. X0-іміз тең болып тұр 2-ге. Сонда мына теңдеуде X0 2-ге тең болып тұр. Жылдамдығымызды 1 метр секунд жылдамдық деп алдық. Сонда осындай теңдеу шықты. Енді соның уақытқа байланысты орны қай жерде болатынын тәуелді графигін былай шығарып тұрық. Бұл үшін бірінші мынандай бір кесте жазып алған дұрыс болады. Мына жаққа біз орны, мына жерге уақытын жазайық. Енді орнымыз біздікі бастапқы орны. Уақытымыз 0 болған кезде бұл бастапқы орында болады ғой, 2-де болады. Уақытымыз 1 секунд болған кезде 1 секундты мына жерге қоямыз, 1 көбейтілген 1 қосылған 2 3 болып кетті. Енді 2 секундтан кейін қай жерде болады? 2 көбейтілген 1 2 4 болады екен, иә. Енді 3 секундтан кейін 3 1 5 болады екен. Енді 4 секундтан кейін 4 6 болады екен, иә. Енді дәл осы өлшемдерді алып, ана жерге графикте белгілеп шығамыз. Яғни 0 болса, яғни т уақыт 0 болса, онда 2-де болды. 1 болса, 3-де болды. 2 болса, 4-де болды. Яғни осындай нүктелер жиынтықтары шығып жатыр. 3 болса, 5 болды, 4 болса, 6 болды. Енді сол нүктелерді қосып келесек, бізде дененің қозғалыс графигі деген осы шығып отыр. Ал енді мына қозғалыс мынау былай қарай минусқа қарай өтіп кетті. Қалай минус уақыт болып кетті? Минус секунд деген жоқ қой деген ой пайда болуы мүмкін да. Мысалы, мына жерде минус 2 дегенге өтіп тұр да. Минус 2 деген тұр. Бұл не деген сөз? Минус 2 секунд. Яғни мынау бір орны, яғни координата басында. Яғни x-тің 0 болуы ол координатаның басы ғой. Координата басы, мысалы қараңдар. Мынау x болсын, мынау y болсын. Бір екі өлшемді болсын, екі өлшемді координат болсын. Бұда уақыт жоқ, тек орын ауыстырулар ғана. Енді орын ауыстырым x бойынша былай қарай орын ауыстырып жатырмын ба, жоқ былай қарай орын ауыстырып жатырмын ба? Екеуіне де қатысты ғой.
егер мен тек бір бағытта ғана x бағытында ғана орын ауыстырып жатырмын деп біз қарап жатырмық қазір мына теңдеумен тек x бағытында қарап жатырмыз деп тұрмық. Енді сондағы мынау координата басы, яғни мына жердегі мынау координата басы болып тұр. X мәнінің бүйтіп азайып кетіп 1,0 болған мәні сонда осы екен. Ал -2 секунд деген ол сонда біздің секундомерімізді, яғни мына жерден бастап ары қарай қозғалып есептеп бастадық қой. Сол есептегенге дейін оның орнын көрсетіп тұр да. Сонда координата басынан ол 2 секундта осы орынға келді, одан кейін ғана барып біз бастадық. Сонда мынау есепке дейін оның қай жерде болғаны және есепке дейін қанша уақыт бұрын қай жерде болғанын көрсетіп тұр. Осылай кез келген дененің қозғалыс графигін сала беруге болады. Енді мынандай жағдайларды қарастырайық. Мынау жаңағы біздің денеміздің қозғалыс графигі болды, иә? Енді осы қозғалыс графигі мынандай болса қалай болатын еді? Мына қозғалыс графигі мен мына қозғалыс графигінің қандай айырмашылығы бар? Мынауымыз бірінші болсын, мынау екінші болсын, мынау үшінші болсын, иә? Сонда енді бұлардың айырмашылығы қандай? Мынау қалай ол төмен қарай кетіп бара жатыр, не болып жатыр деген болады, иә? Енді біз мына жерден қарай Т осіне параллель бір ось жүргізейік, иә? Енді мына денелердің қайсысы тез қозғалып бара жатыр, қайсысы ақырын қозғалып бара жатыр деген болады. Енді мынау егер мына осы ойыстың бойынан, яғни бір L деп қояйын, осы L ойысының бойымен графигіміз былай болып тұратын болса, онда не болатын еді? Онда уақытымыз өтіп жатыр, денеміздің орны сол 2 болып тұр, иә? 2 болып тұр, өзгеріп жатқан жоқ. Яғни қозғалып тұрған жоқ деген сөз. Егер мына жердегі мына графигімді 4 деп қоятын болсам, онда Vx4 тең болады 0-ге. Яғни мынаның ойысымен жатса, онда қозғалып жатқан жоқ, 0-ге тұр. Сонда одан былай қарай бір бұрыш пайда болды, яғни белгілі бұрыш пайда болды. Соның арқасында мына дене қозғала бастады. Сонда мына бұрыш былай қарай үлкейді. Сонда бұл нені көрсетеді? Мынаның өзгеру жылдамдығы, яғни мынау 2 секундта 4-пен қозғалды, ал мынау 1 секундта 5-пен қозғалып бара жатыр. Яғни мынаның жылдамдығы үлкен деген сөз ғой. Сонда Vx1-іміз үлкен екен Vx2-мізден. Осылай көрінеді. Мынаның да жылдамдығы дәл солай, оның мына бұрышына қараймыз. Ал бірақ бұның қозғалыс бағыты қалай? Бұл сонда бастапқы орыннан X ойысына қарама-қарсы қозғалып бара жатыр. Біздің жаңағы көрсеткенім бойынша, мына жерде Y, мына жерім X болса, денеміз мына жерден былай қарай қозғалып жатқан жоқ. Керісінше мына жақтан былай қарай қозғалып кетіп бара жатыр. Соны көрсетеді. Ал енді қандай қатты ма, ақырын қозғалып бара жатыр ма, оны мына бұрышқа қарап біле аламыз. Енді мынандай жағдай болады. Мына жерден тағы бір график жүргізіп тастайын. Бастапқы орны мынау 6 болсын, иә? 6-дан шықты, оң қозғалысы былай өтіп кетсін. Сонда мына жерде 2 жерде қиылысты. Ол не болды деген шығады ғой? 2 жерде қиылысып кетті, не болып кетті? Бұл нені білдіреді? Мына қиылысу нүктесінің мағынасы кездесу. Мынауымыз енді 5-ші болса, 5-ші денеміз болсын. Енді мынау 1-ші денеміз болсын. 1-ші дене мен 5-ші дененің кездесуі. 1-ші дене мен 2-ші дененің кездесуі мына жерде болып тұр, яғни бір 5,5 метрде және төмен қарай түсіретін болсақ, бұны дәл 1,5 секунд. 1,5 секундта 5,5 метр жерде екеуі бір-бірімен кездеседі екен. Мына жерде де дәл солай. Бұныкін төмен түсіреміз, қанша уақыт екені, қанша метр екені осы жерде шығып тұрады. Графиктердің қиылысуы деген сөз ол кездесу. Енді мына жерде қандай график қозғалысы болсын, қиын не бір графиктер болып, сол жерде әйтеуір 2 түрлі графикке бір-бірімен қиылысатын болса, онда сол қиылысу нүктесін біз кездесу деп қарастыра береміз. Енді біз дененің жылдамдығының графигі қарастырайық. Яғни жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигі қалай болады? Ол міне көрсетіліп тұр. Жылдамдық ол мына ойыспен белгіленген, мынау уақытқа байланысты белгіленген. Мына жерде енді 2 параллель түзулер шықты. Яғни мына екеуі де ол мына Т ойысына параллель. Енді осындай түзулер ғана шығады. Қандай тағы бір жылдамдық болса, ол да түзу болатын, ол да бәрі осындай түзу бойымен бағытталады. Неге? Себебі біздің қарастырып отырған тақырыбымыз, яғни жылдамдығымыз бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс, яғни бір қалыпты деген сөз. Мынау бір қалыпты деген болғандықтан,
оның жылдамдығы өзгермейді уақытқа байланысты, яғни бір жылдамдық көрсетіп тұра береді. Уақытымыз мына жерде 1 секунд болсын, немесе мына жақта 5 секунд болсын, бәрібір көрсетуі сол бір vx2, яғни vx2 мысалы 5 метр секунд жылдамдық болса, ол қанша уақыт өтсе де бәрібір 5 метр секунд жылдамдық кетіп барады. Сондықтан график ешқандай өзгеріс болмайды. Енді ал мынау жоғары төмендігіне байланысты, енді мынау 1, 2, 3, 4 деп жоғары қарай өсе береді ғой. Сондықтан енді vx1-іміз үлкен vx2-ден болып тұр, иә. Енді vx1 деп үстіңгісін белгілеп қойыппын, vx2 деп астыңғысын белгілеп қойыппын. Сондықтан осылай жылдамдықтар көрінеді. Енді мынауымызды біз орын ауыстыру түрінде жазатын болсақ, яғни sx уақытқа тәуелді орын ауыстыру тең болса, енді бастапқы орны ешқандай қарамай, біз тек vx көбейтілген т деп қарайтын болсақ, бұдан не көруге болады? Енді біз мынау графигімізді алдық, иә. Мынау бір 5 секундты қарадық. 5 секунд және мына жеріміз бір 2 болсын, иә. vx2-іміз бір тең болсын 2-ге, иә. Онда мына ара қашықтығымыз бізде 2 болып тұр, иә. 2 болып тұр. Ал мына аралығымыз 5 болып тұр. Енді мынандай тіктөртбұрыштың ауданын қалай табады? Тіктөртбұрыштың ауданын біз ені мен ұзындығын көбейте саламыз. Яғни 2 көбейтілген 5, иә. Мынаның аудан тең болып тұр 2 көбейтілген 5-ге. Ол тең 10, иә. Мына ұзындығы мен енін көбейту деген сонда не болып тұр? Ауданы деген сонда sx пен белгілей салайын, ауданды тең болып тұр. Сонда vx көбейтілген т-ға, иә. Сонда мына формуламыз соны көрсетіп тұр, яғни мынаның ауданын табатын болсақ, сандық мәндерін алатын болсақ, ауданның, сонда ғана бізде орын ауыстыруын таба аламыз. Яғни қаншалықты орын ауыстырғанын жылдамдықпен уақытқа байланысты тауып аламыз. Енді осы тақырыпқа байланысты есептердің барлығын осы сабақтың ең нұсқасынан көре алатын боласыздар. Сол жерде біз тағы да өте көптеген заттар айтып, әртүрлі қандай қателіктер жібермеу керек, нені ескеру керек деген сияқты сұрақтарға жауап беретін боламыз. Осымен сабағымыз аяқталды.